Португалия құрамасы жеңісті марқұм Диогу Жотаға арнады. Әлем чемпионатының 1/16 финалында Португалия Хорватияны 2-1 есебімен жеңіп, турнирдің 1/8 финалына жолдама алды. Алайда матчтан кейінгі ең әсерлі сәт жеңістен де маңызды болды. Португалиялық футболшылар марқұм Диогу Жотаны еске алып, жеңісті Жотаға арнады. 3 шілде күні Диогу Жота мен оның бауыры Андре Сильваның Испаниядағы жол-көлік оқиғасынан қаза тапқанына тура 1 жыл толды. Осыған байланысты матч аяқталған соң Португалия құрамасының капитаны Криштиану Роналду ұлттық құрама сапында Жота киген 21 нөмірлі жейдені қолына ұстап алаңға шықты. Ол қолын көкке көтеріп жеңісті өмірден өткен әріптесіне арнады. Кейін бүкіл команда 21 нөмірлі жейдемен бірге естелік суретке түсіп, Диогу Жотаға құрмет көрсетті. Матчтан кейін Криштиану Роналду Instagram парақшасында біз бұл ойында Диогу мен Португалия үшін ойнадық. Алға деп жазба жариялады. Еске салайық, Диогу Жота мен оның бауыры Андре Сильва 2025 жылдың 3 шілдесінде Испанияның солтүстік батысында болған жол көлік апатынан қаза тапқан еді. Енді әлем чемпионатының 1/8 финалында Португалия құрамасы Испаниямен кездеседі.